Білім. Ұстаз арқылы шәкірттің бойына даритын ұлы күш. Ұстаз алдын көріп, алғаш әріп таныған шәкірт үшін ұстаздың орны ерекше болмақ. Алдындағы балауса бүлдіршіннің қолына қалам ұстатып, жазу, сызуды үйрету таудай сауапқа кенелтер адал жол еді. Шәкірт жүрегіне жол таба білу әрбір мұғалімнің арманы һәм мұраты болмақ. Ұстаздың біліктілігі мен тәжірибесі арқылы алдындағы шәкіртінің бойындағы қабілет ашылып, шыңдалып, өсу жолына түспек. Оқушының негізгі білімінің іргетасы қаланар шағы да бастауыштағы білімі болса керек. Бастауыштық білімді терең меңгерген оқушының орта буынға қадам басқанда да еш қиналмай, тез үйреніп кетері анық. Іргетасы мықты қаланған үй сияқты, білім алушының да негізгі білімі дұрыс қаланса, орта және жоғарғы сыныптарда білімін жалғастыру жеңілге түспек. Оқумен қатар түрлі үйірмелерге қатысып, өнерін шыңдап, өрісі кеңеймек. Сол жолда жетекші мұғалімдері үнемі қадағалап, бағыттап отырса, оқушының бағындырар белестері мол болмақ. Мектептегі тәрбиелік жұмыстарға да белсене араласып, қоғамдық деңгейдегі іс-шараларға бастау болмақ. Осындай жолдардан өткен шәкірттің кейін білімін жалғастырып, ұстазының жолын қуып, білікті де білімді жас маман болып оралып жатырғанын көрудеміз. Бұл ұстаздың балаға деген шынайы махаббатының нәтижесі. Шәкіртін тани білген ұстаздан ұстазын бағалай білер шәкірттер көп шықпақ. Ұстаз атты ол есімнің қадірін түсініп, білім беру жолына аяқ басқан әрбір адам әріп үйреткен алғашқы ұстазын ұмытуы мүмкін емес. Ұстаз бен шәкірттің тоғысар жері ол мектеп. Мектептің жүрегі ұстаз болса, тірегі шәкірт болмақ. Бұл ұстаздық жол.